комиссияның төрағасы, комиссия мүшелері, мен енді өзіміздің аумақтық инспекцияға қатысты мына өткен жылғы және биылғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстарға қысқаша тоқталып өтейін. Слайдты пока қозғамай ақ қой, басын тұра берсін, слайд неге қатысы жоқ. Енді Маңғыстау облысы орман шаруашылығы және жануарлар аумақтық инспекциясының негізгі құзыреті мемлекеттік орман қор желілерінде, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда, резервті қор желілерінде мемлекеттік бақылау, қорғау жұмыстарын жүргізу, сол бағыттағы жұмыстарды үйлестіру болып табылады. Енді өткен 22 жылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа жол бермеу туралы инспекцияда 6 рет және әдеп кодексінің талаптарын сақтау туралы 9 рет дәрістер оқылды. Ведомстволық бағыныстағы ұйымдар деңгейінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі бойынша инспекция жауаптылығы бекітілді. Маңғыстау облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы тарапынан қоғамдық ұйымдар мен тұрғындар арасында профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау бағытында ауыл тұрғындарымен тұрақты түрде әңгімелесулер, кездесулер өткізіліп тұрады. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы комитетінің тапсырмасына сәйкес 22 жылы инспекцияда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жұмыстары жоспарланып, тамыз айында ішкі талдау жұмыстары жүргізілді. Ішкі талдау қорытындысымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі жасақталған іс-шараларға байланысты жұмыстар атқарылды және одан оң нәтиже болды. Маңғыстау облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменті өкілінің қатысуымен 14 сәуір 22 жылы сыбайлас жемқорлық зардабы туралы бейне роликтер көрсетілді. Инспекцияда тиісті қызметкерлердің қатысуымен жиналыстар өткізілді. Маңғыстау адалдық алаңы жетекшісі Үсіпбаевтың қатысуымен қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде медицина және білім беру, басқа да салаларда тұрмыстық жемқорлықты саналы түрде жою туралы жиналыс болып өтті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасы Жазықбаевтың 2022 жылғы 4 ақпандағы әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметін одан әрі жетілдіру жоспарына сәйкес жұмыстар жоспарлы түрде атқарылып келеді және тиісті орындарға уақытында ол жөнінде ақпараттар беріп келеміз. Орман шаруашылығы комитетінің төрағасының 22 жылдың 31 қазаны 1 қарашасы аралығында Маңғыстау облысына болған іс-сапары кезінде Қарақия ауданының Сенек, Аққұдық ауылдарының тұрғындарымен кездесулер өткізілді. Онда орман, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану, жануарлар дүниесін қорғау бағытындағы сыбайлас жемқорлықтарға қатысты тұрғындардың сұрақтарына жауап төраға тарапынан берілді. Аумақтық инспекция ұйымдастыруымен ағымдағы жылдың қараша айында Бейнеу және Сыңғырлау ауылының тұрғындарымен өсімдіктер және жануарлар дүниесін қорғау бағытында жиналыс болып өтті. Мемлекет басшысының барлық қойылған тапсырмалардың орындалуы және мониторингі қамтамасыз етіліп келеді. Атап айтқанда, мемлекет басшысының 2020 жылы 1 қыркүйектегі жолдауында Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қор желілерінде 2 миллиард ағаш егу тапсырмасы жолдауында берілген болатын. Осы мәселе бойынша облыс әкімдігі менен экология министрлігінің бекітілген жоспарына сәйкес барлық жұмыстар атқарылып келеді. 22 жылы атап айтсақ 870 гектар жерге қара сексеуіл тұқымы себілді. Жалпы 5 жылда 5700 гектар жерге 2 миллион түп ағаш егу жоспарланған. 23 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстар туралы қысқаша тоқталып өтсек, осы жылдың 1 ақпанында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жиналыс болып өтіп, жиналыс хаттамасының 5 тармағына сәйкес инспекция басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды күшейту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерін қатыстыра отырып, сыбайлас жемқорлық заңнамасын түсіндіру бойынша жиналыстар ұйымдастырып, жөнінде тапсырмалар беріліп, және тиісті жиналыстар өткізілді. Ағымдағы жылдың 1 тоқсанында комитеттің тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, мемлекеттік қызмет туралы заңдары және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі бойынша қызметшілер дәрістер оқытылды. Сонымен бірге инспекцияда 29 наурыз 23 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде жиналыс болып өтті. Оған Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Хайруллин Біржан Марданұлы қатысты. Және Маңғыстау облысы бойынша Әділдік жол республикалық қоғамдық бірлестігінің басшысы Жақсыбай Басқар қатысты. Осы жиында инспекция қызметкерлеріне және үстірт қорығы табиғи қорығының қызметкерлеріне бейне роликтер көрсетіліп, сұрақтарына жауап беріліп, пікір алмасты.
Қазақстан Республикасы президентінің 22 жылғы 2 ақпандағы нөмірі 802 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 22-26 жылдарға арналған тұжырымдамасы бойынша түсініктер беріп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы елімізде атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде де тиісті видеороликтер көрсетілді. Инспекция 23 жылға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарын жасақтап бекітіп, жоспарға сәйкес Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департамент бірігіп жұмыс жүргізуде. 23 жылы мамыр айында инспекцияның әдеп жөніндегі өкілі Сансызбаев орман шаруашылығы және жануар дүниесі аумақтық комитетіне қарасты үстірт мемлекеттік табиғи қорығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы болып өткен жиналысқа қатысып, Қазақстан Республикасының заңдылықтарын сыбайлас жемқорлыққа қатысты және жоғарыда айтып өткен президенттің жарлығымен бекітілген жарлығында көрсетілген тұжырымдамаға сәйкес түсініктер беріп, қорықтың қызметкерлеріне сұрақтарына жауаптар берді. Ағымдағы жылы шілде айында республикалық экологиялық курьер газетіне сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ атты мақала жарияланды. Тамыз айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама ережелерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілік түсіндіретін жаднамалар мен хабарламалар әзірленіп, жаңағы инспекцияның елдеріне тақталарына, әлеуметтік желідегі парақшаларына берілді. 23 жылдың қыркүйек айының 13 күні сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және типтік базалық бағытта жемқорлық тәуекелдерін мониторинг ішкі жүргізу бойынша Қазақстан Республика экология министрлігінің офистік жобалық кеңесінің ұйымдастыруымен Zoom форматы арқылы семинар кеңес өткізілді. Әдеп жөніндегі уәкілдерге сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жұмыстарын типті базалық бағыт жобасын жүргізу және әдеп жөніндегі уәкілдерге қызметін одан жетілдіру бойынша тиісті жұмыс жоспарының орындалуын тапсырды. Осы бағытта инспекция жұмыстар жалғастырып келе жатыр. Мен енді қысқаша өткен жылы және 9 айда жасалған жұмыстар жөнінде инспекцияның сыбайлас жемқорлық тоқталып өттім. Инспекцияның мына кеңес мүшелерін таныстыру үшін алып келген бір нем бар еді, соны бір айта кетейін, содан кейін сұрақ ұсыныс пікір болса. Маңғыстау облысында 2 орман мекемесі тіркелген. Ол Бейнеу ауданында орналасқан. Бейнеу және Сам орман мекемелері. Олар енді мына жергілікті бюджеттен қаржыландыратын табиғи ресурстар және табиғи пайдалану басқармасына қарасты. Бұл аумақтар негізінен қара сексеуіл тұқымы өсіріледі. Биыл жаңа жоғары баяндамамда айтып өттім. Президенттің тапсырмасы бар. Мына мемлекеттік орман қоры жерлерінде 5 жылдың ішінде біздің Маңғыстау облысы бойынша 2 миллион түп сексеуіл өсімдіктерін өсіру. Осы бағытта тиісті жұмыстар жасалып келе жатыр. Бұйырса 21-22 жылдары жаңағы бекітілген гектарға тұқым себілді. Биыл 23 жыл осы қараша айының басында сол 870 гектар жерге сексеуіл тұқымын егу жоспарланып отыр. Ол енді күн тәртібінде әкімнің де министрліктің де қадағалауындағы мәселелер. Бұл жөнінде қазір ешқандай проблема жоқ. Мекеменің аты солай, бірақ екі мекеме. Біреу егуді Бейнеу ауданында. Біреу 58 мың гектар, біреу 194 мың гектар. Мына жақтарында сирек ұштаған. Олар енді жаңа құм тоқтатуға байланысты сенек ұштаған шебір тұшық дауыл. Оған қарамайды, бірақ аталған 4 ауылды биыл облыс әкімінің қаулысыменен Бейнеу үлес қозғайтын тұр, бірінші соның қарамағына берді. Қазір солар сөйлеуге бақылау жасайды. Елді мекендерде. Енді мынау бізде Маңғыстау облысында енді Қазақстан бойынша ең ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санынан жоғары облысымыз. Оның ішінде 5-еуі республикалық маңыздағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Бұл енді республикалық деген біздің экология министрлігіне қарайтын. 7-еуі жергілікті маңыздағы қорықтар. Бұлар мынау Маңғыстау облысының әкімдігіне қарайтын қорықтар. Енді картада өздері көріп отырсыздар. Жалпы бұлардың аумағы Маңғыстау облысының 17% жерін қазір осы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар алып жатыр. Бұл жерде негізінен енді біздің қызықтап көрген арқаларымыз, нелеріміз мекендейді, қарақұйрық. Бұл жерде міне олардың алаңдары. Бірінші тұрған 5-еуі республикалық маңыздағы. Маңғыстауда өздерін көріп отырсыздар, 12 ерекше охота хозяйства дейді, мына сезонда аң аулайтын алқаптар бұл. Бізде қазір міне сентябрь айының 1-нен бастап аң аулау маусымы ашылды. Февраль айына дейін
Бізде енді ондай басқа облыстармен салыстырмалы түрде өте көп жаңағы аң аулау объектісі болып табылатын аң құстарымыз шамалы. Барлығы 10-ға жуық. Оның ішінде үйрек, кекілік, мына қоян, қарсақ, түлкі, кептер деген сияқты құстарымыз. Оларға енді сұраныс өте аз. Негізінен сол қоян менен үйрек құсына, су құсына сұраныс осылардан. Бұл жерде енді кез келген аңшылық билеті бар, қаруға рұқсаты бар. Қазақстан Республикасының азаматы 18-і шыққан, тиісті мына путевка беретін бізде охота общество мекемелері бар. Сол жерге барып, ақшасын төлеп, путевкасын алып, мына бекітілген аң аулау алқаптарында аң аулауға құқылы. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде енді инспекцияның штаты қазір өте азбыз, 7-8 адамбыз. Бүкіл облысқа өте қиын. Мініп жүрген көліктерімізді көріп отырсыздар. Бұрынғы УАЗ, Нива дейтін автокөліктер. Біз енді кезінде ұсыныспен шыққанбыз. Әлі сол енді Аманат партиясының ондан қандай бізге көмегі бар жоғын білмеймін. Жалпы инспекторлардың пикаптарға, шетелдік жүрдек көліктерге отыратын уақыты жетті. Мен өзімде талай куә болдым. УАЗбенен даладағы заңсыз аң аулайтындар, браконьерлер, білесіз қандай көлік мінетін. Жүрдек көлік сені келемеш қылып, алыстан қашып, оны мен өз көзімді көрді. Міне біздің УАЗбен жете алмайтынын білет, Ниваның жүре алмайтынын білет. Сондықтан осы күнге дейін осындай техникамен жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ соған қарамастан жаңа көріп отырсыздар, аңымызда, құсымызда әйтеуір тіпә өсімі бар. Бұрынғыдай қазір жасыратын жоқ. Бір 10 жыл бұрын, 7-8 жыл бұрын кез келген адам екінің бірі охотаға шығып заңсыз аң аулайтын еді. Қазір далаға шыққанда ондай бейсеует жүрген машинелерді көп кездеспейді, өте сирек. Осы жақында август айында өздеріңіз білесіздер, естідіңіздер, 18 бас қарақұйрық аңын заңсыз аулаған Жаңаөзен қаласының тұрғындары ұсталып, қазір Маңғыстау облыстық полиция департаменті тергеу амалдарын жүргізуде. Мемлекетке келген шығын 93 миллион теңгені құрады. 339 бап қылмыстық кодекспен және 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Қазір енді осы іс бойынша бақылауда тергеу амалдары жүріп жатыр. Өткен жылда биыл киіктің мүйізімен ұсталған фактілер болды. Ол жөнінде тергеу амалдары жүріп жатыр. Ол жөнінде уже бір адамға 7 жылға по-моему сот үкімі шықты. Өткен жылы 4 қарақұйрықпен ұсталған факті болды. Ол азаматтар 3 жыл бас бостандығынан айырылды. 20 миллион теңге үкіметке келген шығынды толықтай төледі. Бейнеуданда бір факті болды, бір қарақұйрықпен. Ол да 5 миллион теңгесін төлеп тиісті сот үкімі шарасын алды. Бірақ енді бұрынғыдай өте көп заңсыз аң шығатындар өте қазір сирек кездеседі. Бізден совместный рейд дейміз. Мына пикап автокөліктерін көріп отырсыздар. Бұл мына бізде Охотзоопром дейтін мекеме бар, экология министрлігіне қарасты. Солардың көліктері Охотзоопром дейтін республикада енді барлық облыстарда бар. Біздің облыстарда қызметкерлер бар, 15 инспектор бар. Мана жоғарыда көріп отқандай пикап. Олар госслужащийміз, олар да контроль, бақылау жасайды, инспекция жасайды. Осылардың көліктермен біз пайдаланамыз. Енді жаңа айтып отқан автокөліктерімізді осындай жағдайларда жұмыс жасайды жігіттер деп әдейі соны көрсетейін деп барып келгеніміз. Енді мына Алабарыс жөнінде тоқталып өтейін. Алабарыс дейтін өздеріңіз есте біліп жүрсіздер. Үстірт мемлекет табиғи қорғау аумағында 15 жылдан бастап Алабарыс кездесті. Осыдан бастап бүкіл үстірттің шыңдарына фото тұзақ дейміз. Соны құрып бастадық. Қазірде түсіп келе жатыр. Алабарыс бар. Енді бұл жаңа ғалымдардың болжамы бойынша көрші Түркменстан республикасындағы Батқыз қорығынан келген деген болжам бар. Ертедегі ақсақалдың айтуы бойынша 50-60 жылдар Маңғыстаудың жерінде де осы Алабарыстар мекендеген екен. Бұл енді 15 жылы бір өлу фактісі тіркелді. 21 жылы Манашы Күйкентау жерінде бір Алабарыстың өлуі тіркелді. Бірақ бұдан кейін де бұтатоққа түсіп, бұл Маңғыстауда бар. Қазір ол атылған жоқ, 21 жылы бір даладан өлігі табылды. Ол енді табиғи өлім деп ешқандай жарақат жоқ. Сөйтіп нетті. Қазір де уже кездесіп бұтатоққа түсіп. Енді саны жөнінде бірақ неге бар? Бірен-саран бар. Сондықтан бұл Қазақстанның уже Маңғыстауда Қазақстанда бар деп есептеліп, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілді. Уже Қазақстанда Алабарыс бар деп. Енді бұдан басқа да арқарымыз, қарақұйрығымыздар түсіп жатыр, оны аң құсымыз. Қазір енді барлық жаңа айтып отқан қорықтарға, қаумалдарға фототұзақтар берілген.
Басқа да енді керекті құрал саймандар бар ғой, бірақ енді дегенменен оның бәрін жетілдіруді заманға сай саламын, турай сияқты связь құралдарын, дрон сияқты материалды алып қажет етеді, жаңа Каптөгөлді айтып отырмын ғой. Сондықтан осындай бағытта инспекция қолда бар жұмыстар жүргізіп жатыр. Арқаларымыз ғой, фототұсаққа түскен. Қысқаша осындай жұмыс бабы. Аңшылық алқаптарына байланысты жаңағы бізде 10 охота хозяйства болған, биыл тағы Ердал Елтеже дейтін екеуі ашылды. Бұйырса тағы 3-ші Ақмешіт дейтін бір охота хозяйства жөнінде қазір жұмыстар жүріп жатыр, ашылу жөнінде. Оған конкурс беріледі, кез келген жаңағы заңды тұлға түсіп нетуге болады. Енді жаңа биотехнологиялық мероприятие бойынша қазір біз соңғы 3 жылда жоспарлы тексеріс жүргізгеніміз жоқ. Бұл енді кәсіпкерлік кодексіне байланысты, неге байланысты мораторий тоқтады. Бірақ біз келесі 24-ші жылға жаңағы айтқан қандай жоспарлап отырмыз тексеруді. Енді бірақ жыл сайын біз есебін алып отырамыз. Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, аңшылықтар ескерді ме, жаңа аң құстарды жемдеу жөнінде необходимость бар ма деген сияқты, ол жөнінде есептер бізде бар, толық. Ал енді жаңағы нені аңшылардың есебі жөнінде қазір бұрындар оны инспекция тікелей айналысты. Аңшылық билеттерін ауыстыру, комиссия құрып жаңадан жаңағы қоғамға кірем дейтін адамдарға аңшылық билетті беру жөнінде бір инспекция айналысып келген. Соңғы кездер бұның бәрін мына қансонар дейтін республикада үлкен ассоциация ашылып, соның облыстардағы филиалдарына осы жұмысты жүктеді. Қазір облыста бүкіл аңшылық билеттерін беру, оны қайта тіркеу, жаңа охота билет беру, охота минимум өткізіп жаңағы экзамен қабылдаудың бәрін қазір мына қансонардың облыстағы филиалдарына жүктелді. Менің ұмытпасам, қазір 3000-ға жуық тіркелген. Мұны енді біз аңшы деп айтуға болмайды. Просто аңшылық қару алған адамның бәрін жаңа не болып тіркеледі. Оның енді жаңағы аңға шығатын, жаңа сезонда неге шығатыны где-то 500-600. Оның барлығы неге аңшылыққа шықпайды. 3000-ға жуық тіркелген сондай аңшылар бар. Аңшылық билет берген кезде жарнасы өте жоғары. Жыл сайын біреу 17 000 төлейін дейді, біреу 7 000 төлейін дейді, жаңа айтып отырмын ғой. Қазір табиғат дейтін тағы да ашылды. Қансонар бар, охота общество бар, әртүрлі. Осы жөнінде комитеттің кеше төрағасының орынбасары айтты. Біз бұл жөнінде тиісті жұмыстар жасап жатырмыз. Заң түрде төленетін 2 мырпысы болады. Сосын жаңа охота минимум өткізуге де бұлар қараған ақшалап отыр. Соның бәрін жаңа общий неге шығарамыз да, кез келген адам дайындалып, барып, мына права сияқты барып, сосын электронныйға қазір ауыстыру жөнінде бұйырса келесі жыл бұл реттеледі. Осы 2007-13 жылдар Бейнеу ауданында бірнеше арзия құдықтары жабылды. Бұл кезде сондай министрліктің несі болды, ол енді геология саласында сондай тапсырмалар болған, хаттамалар болған, соны орындау мақсатында бірнәз артизан қойған, халық қарсы болды, бірақ солай шешім қабылданып жабылды. Енді рас айтасыз, соңында да қазір бұрынғы үстірттің үстінде жүздеген құдықтар болып қарайған, мал су ішті. Қазіргенде сол құдықтардың тек санаулы ғана пайдаланып, жеке шаруашылықтарменен, қалғаны көбі жабылып қалды, или сусыз. Жаңағы мен айтып отқан киіктердің негізгі бөлігі үстірт популяциясы Ақтөбе облысында кездесетін, ол жердің бізге Маңғыстауға қарағанда шөбі де, суы да басқа. Егер жаңағындай болашақта киіктердің біздің үстірт территориясына кетіп қалған, сол біріншіден су көздерінің болмауы. Енді ол жөнінде артизан құдықтарын ашу мәселелерін может комитет алдында қойып, жаңағы киікті беріп, ол жөнінде әңгімелер бар, нақты. Тиісті жоспар жасақтап, мысалы, бір анализ жасап, мониторинг жасап, қай жерлерде киіктердің мүмкіндігі бар. Бір жағынан жаңағы мына ойдағы елді қырға шығаруға да көп пайдасы. Қазір жұрт дейтін бір қораның басында 10 жылда отырады, қырға шықпайды, барлығы су жоқ дейді, сылтау айтады. Сондықтан өте дұрыс мәселе. Бұл тек киікке емес, аңға емес, шаруашылыққа да мысалы көп пайдасы тиер еді. Мендегі бір ақпарат бойынша осы мәселемен қазір осы ауыл шаруашылық басқармасында суландыру, сол жөнінде бір жұмыстар жасалып жатқан жоспарлар бар екен естідім. Мүмкін болашақта бұл дұрыс әңгіме, мұны көтеруіміз керек, айтуымыз керек. Жақсы, өте дұрыс сұрақ. Енді бірінші дроншылар мәселесіне келсек, мына көпшілігін жақсы білесіздер. Бұрында да сол Қаракөл көлінде дрон ұшырып қызыл кітапқа кірген қол қағаздарын ұшырған азаматтарға шаралар алынды, әкімшілік құқық бұзушылар алынды, штрафтар салынды.
бірақ енді оған тоқтамай биылда да сондай оқиға орын алды. Қазір осы бағытта Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы мен біздің инспекция сол дрон ұшырған адамдарға тиісті әкімшілік шара алу бағытында жұмыстар жүргізілуде. Үстірт қорығын Қаракөл, мына Қарағия Қаракөл қаумалы. Мына Қаракөл бұл Қарағия қаумалының тек бір учаскесі. Бұның жалпы аумағы 137 мың гектар жерді алып жатыр. Бұл жерде 3 инспектор қорғау жұмысымен айналысады. Бұл аумақтың Үстірт қорығының, білесің, Үстірт қорығының сол жерде инспекторлар бар. Ол жерде вагон үйі бар. Ана Шора каналының қасында бір автокөлігі бар. Енді жаңағы инспекторларды өте көрменбейтінді мен білмеймін. Ол жерде инспекторлар үнемі бар. Енді жаңағыдай бір жоқ көзге тап болып болмаса телефондар ана неде вагонда тұр, мекеменің аты жөні тұр, басшылардың телефоны тұр, любой уақытта хабарласып, осындамыз, жаңағы тек Қаракөлдің айнасын айтып отырмын, ол қорғау міндетті емес, ол ар жағында 132 мың гектар Қарағия тауының да олардың қорғау, олардың міндеті. Ол сол жақта жүрген болуы мүмкін. Ол ана вагонның қасында отырмайды ғой. Сондықтан соған түсіністікпен қарау керек. Соңғы кездері Қаракөл көлінде заңсыз аң құс аулайтын оқиға мен жоқ деп толық айта аламын. Бұрындары, ертеректерде бұрындар кішкене болды. Ол кезде қорғау жұмысы әлсіз болды. Ол кезде қазіргі кезде тем более енді оның жолдың бойы, жағында қараған гостиница, қонақ үйлер, бер жағы маяк, жүріп жатқан адамдар ол жерге барып тарысып мылтық атқан енді екінің бірі ондайға бармайды. Ондай соңғы жылдары заңсыз аң аулау фактілері Қаракөл көлінде кездескен жоқ. Ондай жалпылама әңгіме айтқаннан гөрі нақты фактімен сөйлеген дұрыс сияқты маған. Фактімен міне осындай бәлен күні орын алды, сіздер қайдасыздар деп. Маған ақпараттар келеді. Ана жерде бірдеме ұшырып жатыр ғой дейді. Жаңағы ана не ұшырып жатыр сөзің аузыңызда. Ана бүйтіп теңізде ұшыратын бар ғой. Сосын мен зырылдап бардым. Бір звондады, органнан бір жігіт звондады. Ғабек не болсын, жаңа кетіп бара жатыр едім, ана Қаракөлді ұшып жүр ғой деп. Сосын зырылдап бардық, барсақ Қаракөл емес, ана Қаракөлдің ары қарай жолдың ар жағында тоны сол жақта жүр екен біреулер. Сосын звондап айттым, енді Қаракөл несіне біз сондай нақты фактілер болса, біз ол жерде инспекторымыз тұр, төрт басшылығы бар, біз мүмкіншілік шарасын аламыз. Енді маякка биылда да бір-екі рет ұсыныс болды. Действительно маяктың жаңа экологменен телефонға хабарласып, ол кісі бізде техника жоқ деп жауап берген. Біз бүгін таңертең осы жөнінде біз бөлім басшысымен неттік. Маяктың сол жасаған жұмыстары жөніндегі ақпаратын сұратып алып, тиісті маяктың басшылығына біз себебі олардың өздерінің жоспары бар. Жаңағы қыста мысалы аң құстар мұз қатып қалып жемдеуге көмектесеміз, аншлагтарын жаңартамыз. Жаңағындай қоқыс шығаратын субботник жасалған кезде техникамен көмектесеміз деген. Бұл жөнінде рас, жаңа биыл бір-екі рет отказ бергені. Біз саламыз, Енді бұл жерде бір қиындығы бар. Енді участковый полицияға бізге қарағанда жеңілдік. Ол кез келген үйге барып, тұрғынға барып, кіріп, жаңа бізде жасыратын жоқ. Участковыймен бірге баруымыз керек. Кез келген мысалы арыз шағым түссе, егер де бізге осындай жерде мынандай заңсыз ағаш кесіп жатыр деп фотосы, видеосыменен жаңа адам аты жөнімен келіп түссе, біз міндетті түрде барып, бізде ондай фактілер болды, бұрындары болды. Мысалы үйдің алдында ағаш кесіп тастаған, оны көршісі суретке түсіріп алған, квартирасын, аты жөнін бәрін білеміз. Сонымен келіп үйіне келіп әкімшілік шаралар жағдайымыз болды. Көп жағдайда көшедегі сал жібереді, оның кім істеді, иесі кім, біз Илимайшанның нөмірі адам аты жөнін білмегендіктен біз оның бәрін бізге жаңағы қиын. Ол кездерде олар көп жұрттың көбі участковыйға хабарласады. Участковыйдың мүмкіндігі көп. Биыл болған жоқ. Биыл айтып отырмын, бізге жаңағыдай келіп түссе, видео фотоматериалмен осындай жерде, осындай адресте заңсыз кешіп жатыр десе, біз міндетті түрде әрекет етеміз. Браконьер деген бұл жерде былай ғой. Браконьер деген сөз ол уже қылмыстық іс деген сөз. Қылмыстық. Бізде биыл қылмыстық іс жоқ. Бізде әкімшілік 14 іс бар. Көп ескерту, сосын әкімшілік бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылған. Ал қылмыстық іс биыл біз инспекция бойынша тіркелген жоқ. Жаңағы Ақтөбе бойынша өткенде айтып отқан жаңағы август айындағы Ақтөбе инспекторларының ұстаған жаңағы 18-43 бір фактісі бар. Біздер енді жылда есеппенен комитетке барамыз, анда-мында барамыз. Мысалы сол жерде отқан комитеттің төрағасы бар, вице-министр бар, басқа басшылар бар. Мысалы әр 17 облысты салыстырады. Маңғыстау сенде неге ең төменгі показатель дейді. Атырауға қарағанда, болмаса Алматыға қарағанда. Алматыда 200-дің үстінде ақтөбе хозяйствосы бар. Қанша орман лесхоздар бар. Бізде 2 түрлі лесхоз, бізде лесхозда бірде-бір нарушение болмайды, заңсыз ағаш кесу болмайды. Бізде 10 түрлі ақтөбе хозяйствосы бар.
Ал басқа облыстарда айтып отырмын ғой, 100-дің ар жағында, 50-дің ар жағында ақботқа десе, ол жерде әрине бізде мына айттым, бізде бар болғаны 10 түрі аулайтын. Оның ішінде жаңағы қарсақ, күлкігөл 500-600 бас. Қоя мен жаңағы үйрек. Осыны заңсыз аулағандар. Ал басқа облыстарда соны мен айтамын, сіздер Маңғыстауды Алматымен, Шығыспенен болмаса Жамбылмен салыстырмаңыздар. Менде показатель аз болады. Сенде неге 20 показатель? Мен сөйтіп айтқам. Сосын екіншіден қазір бұрынғыдай екінің бірі заңсыз ақботаға шықпайды. Бұл ақботың заңсыз браконьерлердің жоқтығы әкімшілік болып мына табиғат қорғау мекемелерінің инспекцияның жұмысының еңбегі. Солардың жұмысының арқасында мұны азайып отыр. Сонда сіз жылдан жылға показателіміз көбейіп отыру керек па біз? Наоборот, сен түскеніне біз айтпаймыз ба? Сондықтан Маңғыстауда қорғау жұмысы жолға қойылған деп сендер 100% айтуларына болады дедім. Сапсан дейтін группа құрып қойды министр. Бұл жақта келің дедім. Давай, бірге шығайық. Маңғыстаудың даладан бесеу өтіп жүрген бір мал қарап жүрген адам болмаса, басқадан көрілесіңдер ме? Қазір екі айтып отырмын ғой. Қазір ондай жоқ, жасыратын жоқ. Бұрын мына құқық қорғаушыларының отставкаға шыққандар болмаса соларға еріп шығып жүр. Қарапайым халық қазір кеше көріп отырсың ғой, 93 миллион теңге төлейін деп отыр. Былтыр 20 миллионға төледі, 3 жылға сотталып кетті. Алдыңғы жылы бір қара құйрықпенен 5 миллион төлеп 3 жылға сотталып кетті. Былтыр 4 жыл сотталып кетті. Енді балықпен ұсталғандар өз алдына сотталып. Сондықтан қазір екінің бірі заңсыз аулауға шықпайды жігіттер. Біздің орманымыз сексеуіл, қара сексеуіл. Жаңа айтып отқан 253 мың гектар жерде сексеуіл ормандары бар, ол Бейнеу және Самда. Жаңа президент тапсырмасы сәйкес тағы 5 жылда 2 миллион түп сексеуіл. Бізде енді басқа жердің бәрінде жаңағы посадка. Ана жерге өсіреді, мұнда келіп. Бізде тұқым себебіміз. Дұрыс, бұл мәселе өзің білесің. Бірнеше жылдан бері көтеріліп келеді. Оның ішінде мына эколог Әділбек Қозыбақов оны бірнеше рет көтерілді. Комитет төрағаларымен кездесті, осы жерде сөйлесті замдарменен. Біздің тарапымызға бұл енді ана жол картасында бұл жерде жауапты орман шаруашылығы комитетіменен Маңғыстау облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы тұр. Осы екі мекеме жұмыс жасап жатыр. Біздің тарапымыздан бізге ұсыныс келіп түскен. Біз өзіміздің тарапымыздан ұсынысымызды бердік. Оны қолдайтынымыздығы, қарсы еместігі біздің тарапымыздан. Қазір енді комитеттің деңгейінде ол жұмыс қазір. Бірақ шынында да ұзаққа созылып кетті. Дұрыс, өте жақсы. Енді осының бәрінде, мысалы біз енді үстірт қорғау кезінде Жаңаөзенде олар қазір әр жерде бар. Арқардың су өреті, ненің су өреті. Енді осы дұрыс, енді біздің мына бюджетті білесің ғой, біздің инспекцияның қазір қолымызда бухгалтериямыз да жоқ. Қазір 3 жыл болды, ол орталықтандырылды, кадр орталықтандырылды. Енді ұсыныс беруге болады. Дегенменен инспекцияның қаражатына болмаса қарап отырмай бір осыған не қыл деп айтамыз. Мына демеушілік дей ма, бір біз несін дайындап берсек, соны бір ортаға салып, бір кәсіпкерлер бар, болмаса бір жан ашитын мүмкіндігі бар адамдар болса, ол мен қолдаймын. Дұрыс әңгіме. Әр жерге келіп қойсақ, әренде отырмыз. Бұл жөнінде комитетке шықтық, қаражат сұрадық. Енді өзің білесің, бүгінгі мәселе бар, шешілген жоқ. Жаңағы жасыратын жоқ, бір аренда болғаннан кейін 4-5 техникамыз бар. Әкеліп қойған керек, тазалайсың, ремонттайсың деген сияқты бір бұл өте дұрыс әңгіме. Өзіміздің бір неміз болса, 1-2 боксымыз болса, жігіттер шығып, гүлбақта шығып, келіп кете беретінге өте